Ассалаумағалейкум. Бүгін мінекей тағы да распаковкалар. Товар уже распаковать етіп дайындап қойдым, өйткені алдында коробканы жақ ашасың деген әңгімелер болғаннан кейін неден бастарын білмеймін. Қазір наушниктардан оншаместерінен бастайын. Бірінші ең соңында қызықты күшті нәрселер болады. Соған дейін тосыңыздар, лайк басып комментарий жазып отырыңыздар, подписаться етіп қойыңыздар міндетті түрде. Әлі алда қызық видеолар көп болады. Ең оншамесі менің ойымша мұндай наушниктар алған болатын мұнда. Бұндай наушниктар біраз сатам, если что. Бағасы 700 теңге болады. Бұл Bluetooth наушник. Наушник Bluetooth. Мұндай мінекей ауыстыратын, қосып жандыратын, мінекей телефонға жауап береді, және де дауысын қатайтатын, азайтатын, және өлеңдерді ауыстыратын сондай наушник қой. Бұлай алып тағасыздар, жүресіздер. Бірақ бұл мұндай несі бар, еще бұлай жабыстырып қояды бір-біріне. Оны бұлай жүрген кезде жауыстыра саласыздар, чтобы құлап түспес үшін. Соның өзінде бұл менде тағы да басқа наушник бар. Мінекей мынандай наушник. Бұл тоже Bluetooth. Бұл әлде қайда жақсы, 2 есе жақсы. И 2 есе қымбат тұрады енді. Бұл наушник әзірге қойып қойып. Если что, алам десеңіздер, не бар 700 теңгеге сатып жүремін. Любой жаққа почта арқылы салып жүремін ғой. Енді алдап кетпеймін, 700 теңгеге бола, мен алдап жүретін не жоқ. Мінекей екінші наушникті көрсетейін. Бұл бізде қара түсті, түстері де әртүрлі бар. Менде өзімді дәл осындай қолданып жүрмін, қара түсті. Бірақ менде мұндай біреу жоғалып қалды. Бір жаманы осылар жоғалып қалуы мүмкін. Ал әйелімде осындайдың розовый түсі бар. Бұл дауысы өте жақсы шығады. Неге? Мұндай наушник мына жерінен мінекей зарядкалайсыз, және де осыдан сіз телефоныңызды да зарядтасаңыз болады. 2 в 1 мұнда мини powerbank. Бір телефон срочно звондау керек болып қалғанға зарядтап алуға болады. Бірақ андай ұзақ уақытқа зарядтай алмайсыз, сол бір звонокқа ғана жететін шығар. Ал мінекей мынау бұнымен бірге өзінің беруша деймін ба, сондай жүреді. Және мінекей зарядкасы бар, инструкциясы бар. Бұл наушниктарды 1 жыл бұрын алған, мен хит болған кезінде Қытайдан. Бірақ ол кезде YouTube ашпадым да. Сол кезде сосын бұндайдың мен нешеу біразын алдым. 50 штук па, қазір есімде жоқ. Но көбі кетті, міне қалған осы. Тағы да Петропавлда жатыр. Осылай зарядталған. Заряды өте ұзаққа шығады. Мұнан бір өзі наушниктарынікі 3 күнге шыдап береді. Ал зарядкасы мен білмеймін, бір апта емес. Мынау өзі 3 рет зарядкалауға шыдайды ғой. Сол кезде бір 10 күнге бір зарядпен 10 күн жүруге болады. Сондықтан мен білмеймін, өзіме ұнады, өзім қолдандым конкретно. Так, енді бұны салып тастайық. Тағы да басқа заттарым да бар. Енді осы наушниктан бастағаннан кейін бірден телефонның заттарын айтып тастайын. Дәл сол кезде мен 1 жыл деймін, 1,5 жыл май кезінде мен заказ бергенде. Осындай айфонның шнурлары ғой, тоже сатылмай қалды. Бұл енді жақсы, сапалы. Бір жағы Type-C, бір жағы Type-C, ал бір жағы iPhone-дікі. Қайтып салып қойын. Бұның енді қызықсаңыздар, жазыңыздар комментарийға. Тоже қымбат болмайды. Өйткені екеу-ақ қалды.
екеуі менде өзімде iPhone емес, Samsung. Әйелімде iPhone, бірақ оның зарядкасы бар. Қайтеміз біз. Бірақ болашаққа мүмкін қалдырып қоямын ба, егер ешкім жазбаса. Сосын мынандай бар, мінекей, қараңыздар. Бұл бізде беспроводная зарядка ғой. Беспроводная зарядка. Бұлай аласыз да, просто үстелдің үстіне қойып қоясыз. Осылай, мына жағы Type-C, өзіңіздің блок питанияңызды жалғайсыз да, үстелдің үстіне қойып қоясыз, и телефонды қоясыз осылай үстіне. Болды. Телефон үстіне қоясыз, зарядка жүреді. Мен өзімдікін тексергем. Әйеліме сыйладым, тоже ода iPhone. И зарядкаланады. Бәрі жақсы. Бірақ біз бұны үйде қолдана бермейміз. В основном андай офиста істейтін, сол үстелде отыратын сондай бір адамдарға болмаса, былай жай жүрген адамдарға керек емес. Мүмкін, бірақ та білмеймін. Былай тумбочкаға, төсектің қасына қойып қойса болады. Әркім өзі біледі ғой енді. Но мен лично өзім қолданбаймын. Бар, бірақ қолданбаймын. Өйткені біз ылғи анда-мында жүреміз, былай бос болған кезде зарядкаға қоя салдым. Бәрібір мынадан тезірек зарядкаланайды. Мынау 2 есе ұзақ зарядтайды. Бірақ ыңғайлы енді. Қойдың, мысалы стөлде отырғанда қойдың, алдың, кеттің, шнур іздеп жүрмейсің. Осы бір жақсы. Енді келесі енді осыны жалғайтын бізге блок питания керек қой. Бізде блок питания да бар. Мінекей, әдемі блок питания, аппақ. Мындай упаковкасынан әлі алынбаған, тоже сол кезден бері жатыр. Хорошо, бүлінбейтін товар. Мінекей, бұл мына жерде жазылған 20 Вт деп па. Мен өзім мінекей былтыр ноябрь кезінде 1 жыл болып телефон алдым, Samsung S22. Былтыр емес пе еді. Но мінекей осы блок питанияны өзім қолданып жүрмін. 1 жылдан асты. Зарядканы жақсы береді. Мындайды мына артына тас. Егер сатып алатын болсаңыздар, именно осы блок питанияны арзанға берем. Уже 1 рет қолданған ғой. Сол үшін. Ал мынау блок питания. Бұны сәл қымбаттау, потому что бұл даже ашылған жоқ. Бағаларын білмеймін мен, қанша қылып қояйын. Егер сіз подписчигім болсаңыздар, енді жазып кетіңіздер комментарийға, мен сізге арзанға берем. Өйткені менде бәрі керек сіздерге. Маған да керек болады деп өзім ойлаймын, қалдырып жүргем, бірақ та мен сіздерге осы көрермендеріме беріп жіберуге енді жалко. Но арзанға былай сата қоям. Так, но если керек болса осындайларды алыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Келісіп сатып жүрем. Так, бұларды айттым. Бұларды енді қарасаңыздар тоже. Сосын үйге керек нәрселер де бар. Мысалы, мынандай бұл не зат деп ойласаңыздар, бұны мен просто пробник қылып заказ бергенмін ғой. Мынау үстелдің аяқтары, мысалы, орындықтарға асты кигізделген. Орындықтың аяқтарына кигізіп қоясыз, сол кезде сәкіні жырмайтын болады. Кигізделмеген варианттар да бар. Бұлай кигізіп қоясыз енді. Өтуандай тарсылдағанын азайтады. Және де сырмайды. Ламинаттарды, паркеттерді сондайға арналған ғой. Тоже алсаңыздар болады. Білмеймін бұның қанша бір пачкасында бізде бір пачкасында 4 мынандай жүреді. Үстелге арналған чехол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук мынандайлар жүреді. Бұл деген 4 орындық пен 1 үстелге арналған комплект қой. Бұл жарайды. Егер аламын десеңіздер, арзанға сөйтіп
мың жарымға салып берем, кез келген қалаған жағыңызға. Бұлардан менде біраз бар. Так, одан кейін біз енді до конца үйге арналған товарларды айтпайын, енді бастадым ғой. Қазір қараңыздар, мына енді күшті товар, мен әдейі дайындап қойдым. Мұндай нәрселер бар, стаканчиктар. Және де түсінгеніңіздей бұл осылай іліп қоясыздар. Қараңыздар, осылай тұрады. Іліп қоясыз, мінекей. Мынамен ішесіз, даусыңызды шаясыз, судың да сұрауы бар дегендей үнемдейді бәрібір. Былай ағып қояды. Енді қымбат болмаса да ысырап дегенді атам қазақ өзі жақтырмаған ғой, үнемдеп сондай қолданса деп. Әлемде де сондай қолданады. Мінекей осылай аласыз да, іліп қоясыз, щеткаңыз щетка жатпайды. 4 щетка ілуге болады. Және де бұндайдың үлкендері де бар, 6 щетка ілетін. Енді қандай сізде отбасыңыз қаншалықты үлкен, сонша аласыз. 4-8 өзіңіз енді ары қарата кете береді бұндай ұзындары. Осындай заказ беріп бере аламын. Мен айтайын сіздерге, 1 айдың көлемінде жетеді. Қымбат болмайды бағасы. Бұны еще орнатқан кезде нені теспейсіз, кафельдеңіз теспейсіз. Мінекей мынау артындағы тұрған пластинаны осы жерге алып двойной скотч жапсыра саласыз. Мынау өзі ауыр емес, сондықтан двойной скотчқа бекітесіз да. Мынаны мінекей өте оңай бекітіледі. Андай кафельді тесіп, бірдеңені тесіп әуре болмайсыздар. Және мінекей мына жерде мынандай отсектар бар, тартпалар, суырмалар. Және мына жағында мінекей тағы да бірдеңе салып қойса болады. Сосын мінекей қараңыздар, бір жақсысы осылай тіреліп тұрады ғой стенаға. Сіздер аласыздар да, пастаны, щетканы тағасыздар былай, и фужик басасыздар. Мінекей сығып жатпайсыздар. Бір басқанда осылай бір шығады. Анау бүйтіп пробкасын ашып, жауып отырмайсыздар. Мінекей мынаның ішінен саласыздар. И күшті ғой, рахат қой. Мен білмеймін, бұның мен бағасын ойламаймын, бір әрі кетсе 4000, 5000 болар. Но енді сіз бұл бүлініп кетпейді, етпейді тұрады. Мен естімеймін мұнаны. Так, қойып қойын. Осындай рахат бүйтіп басасың, аласың, и все, и жуа бересің тісіңді. Так, бұны қойып қойын. Алғаным біраз болды, әлі білмедім бірақ. Так, тағы да жақсы нәрсе енді. Тоже жазыңыздар, заказ беріп беремін. Мына жақта білмеймін, бізде Қазақстанда мен әлі көрмедім. Және де мінекей. Так, алып тастайын. Жақсы мынандай қобдишалар бар, шкатулкалар. Әшекей бұйымдарды салып қоюға өте сапалы мұны. Бұлай салып қоясыздар, үй ішінде тұрады. Өте әдемі болып тұрады да, шашылып жатпайды. Білмеймін, мен әйтеуір әйеліме қатты ұнады осы. Маған өйткені енді шынымен бұл әп-әдемі, кішкентай ақ нәрсе, біраз нәрсе сыяды, әдемі болып ілініп тұрады, цепочкалар, сақиналар, әртүрлі. Мұнан ішіне сырғаларды салып қоясыздар. Енді бұл деген андай сапарда жолаушыларға күшті. Үйде енді мүмкін өздеріңізде бар шығар бір шкатулка. Бір жаққа қонаққа бара саласыздар. Сол киім деген сақиналардың, мысалы тойға барасыз бір жаққа. Осы жерге пытырлап салып қоясыздар. Неше болады мына жерде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сақина салса болады. 4 сырға салса болады, мысалы 3 цепочка салса болады. Өзі негізі арналғаны. Және де мынаның сапасы да өте керемет. Өте керемет. Мынау бүйтіп майысып қалмайды. Мінекей басып былай да майысып қалмайды. Енді майыстыруға болады ғой, қаншалықты күш, бірақ бүйтіп жай оңайлықпен майыса қоймайды. Бұндайдың бағасы бір 2000 теңгедей тұрады. 2000 теңге. Мына таза кожа емес қой енді, бірақ әдемі. Басқа түстері де бар, ақ түсі бар, қара түсі, қандай бирюзовый деген болады еще. Осыны тоже сатамын.
2000 теңге бағасы. Так, беріп жүреміз почтамен. Сосын тағы да бір зат, сіз балаларыңызға арналған зат ол. Мінекей, мындай попуп деген зат бар. Бұл, бұл зат енді қазір айтады, хит товар деп айтып жатыр ғой. Сондай осылай. Бірақ біз өзіміз қолданамыз, алдында ашып едік осыны қалай екен деп. Мінекей тоқтай алмайсың ғой, бір істегеннен кейін осылай қол үйреніп алса, андай антистресс деген игрушкаларға жатады. Осылай қолдана бересің, бірақ бұны алып андай трюктарға қолданса болады деп алады да. Адамдар енді әртүрлі хоп деп хоп осылай балалардың андай несіне координация дей ма, әртүрлі сондай нелеріне пайдалы болады. Бірақ андай қасында біреу отырса осылай нервіңе тиіп тықырлап әдемі осындай брелок қылып тағып алсаңыздар болады. Бұндайдың берде 45 бар. 45 енді артық негізі. Әртүрлі мұндай түрлері, мұндай ішіндегі суреттері әртүрлі болады. Қарасы бар, мұндай бар. Бұндайлар Каспийде 300 ба солай тұрады. Мен өзім көргендеріме арнайы бір 900 теңгеге, даже 800 теңгеге сатып берейін. Бірақ лайк басып кетіңіздер, подписка жасаңыздар. Арзан ғой. Сосындай товарлар тағы да не көргілеріңіз келеді, не заказ бергілеріңіз келеді, айтыңыздар міндетті түрде. Мен оны Қытайдан сіздерге заказ беріп бере аламын. Сіз Қазақстаннан мысалы көресіз бір товарды, осындай товар деп, и мысалы маған жазсаңыз комментарийға, мен сізге тауып беремін сол товарды арзан бағаға. 2 есе 3 есе арзан деп айтпаймын енді өтірік, но 50%-ға арзанға әр жақтан тауып болады. Точно енді. Сондықтан подписываться етіп қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.